Баршаңызға қайырлы күн, Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Бүгін біз баялдыдан ыстық салат әзірлейтін боламыз. Каналымыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге 2 орташа баялды қажет болады. Менде ұсақ болғандықтан 4 алдым. Видеодағыдай етіп турап аламыз. Қабығын аршып алсаңыз да болады. Барлық қажетті заттарды видеоның астында описание бөліміне жазып кеттім. Еще дегенді басып қарасаңыз болады. Ыстық қайнап тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, комментарий бөлсе отырыңыз. Қуырылып болған соң қағаз майлықтарға салып, сорғытып алдым. Қызанағымызбен тәтті бұрышымызды турауға кірісеміз. Болгар бұрышымыздың дәндерін осылай түбін алып тастаймыз. Ішін тазалап, жіңішке етіп, ұзыншақ қылып турап аламыз. Сарымсағын қосар уақытта қышқылды ұнатсаңыз көбірек не азырақ етіп қолдансаңыз болады. Мен 1 тіс қостым. Қызанағымыздың да түбіндегі керек емес жерлерін алып тазалап тастаймыз және оларды да жіңішке етіп турап аламыз. Тереңірек тегешке туралған болгар бұрышымызды, қызанағымызды және баялдымызды салып, үстінен үккіштен өткізілген сарымсағымызды және дәмдеуіштерімізді қосамыз. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Келесіде қандай рецепт түсіргенімізді қалайсыз, комментарийға жаза кетіңіз. Міндетті түрде оқитын боламын. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка және тұзын сеуіп алдым. Үстінен қызып тұрған майымызды құямыз. Барлығын дұрыстап араластырып аламыз, қатты мыжымаймыз. Үстінен 1 ас қасық 6% сірке суын және қалауыңыз бойынша ақ желкен, аз көк қосуыңызға болады. Тағы да 1 араластырып жібереміз. Салатымыз әзір болды. Өте әдемі, дәмді, тәбет ашатын, дастарханның көркін береді. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.